Құрметті көрермендерім, мен әлгі тағы да сөйлеуім кеп отыр енді. Долго сөйлемебедім, сөйлейін енді. Тәуіржан келіп, бүгінде енді сондай бір жақсы сөздер айтып жатыр, бірақ Зарина тоқтатам дейді. Мына Заринаға айтқым келеді, тоқтатпа. Сен назло тоқтатпа, білдің бе? Сен қыз. Сен маған ұнайсың, давай дерзай, көр. Тәуіржанды айтып жатыр ғой осы. Страшно ғашық болған жоқ мен енді, бірақ енді бір жылулық не деді? Жанынан бір өзім жылулық бірдеңке сезем дегенде бірдеңке айтты ғой әйтеуір. Қыздардың бәрі сол қызғанып отыра берсін. Не істесе оны істесін, не деймін. Енді мына Айгүл ма? Страшно хочет, конечно. Айнұр что-то көп сөйлейді. Мен алғашқы видеода қателесіппін. Ешкімді таппайды әйтеуір. Не жігіт жоқ, не ештеңе жоқ уже. Второй сезон сидит. Немене келеді, білмеймін. Менің әлгі фавориткам кім еді ғой? Бұрынғы Қослайықтың королевасы болған. Соғыз кемеденді. Ол молодец. Но бұл жерден тағы да сіздерге Ақерке туралы айтқым келеді. Зарина, сол бүткіл Қослайықта отырған қыздардың арасында только Ақерке ғана дұрыс сөйлейді. Бала-шағасы бар болса да, қазір енді менің білуімше орамалдағы қызбен ерекше кездесулерді ұйымдастырып жүрген. Бұрын соңды мен ондай қыздармен сөйлесіп көрмеппін дейді. Көрмеген. Иә, бірақ көңілімнен шығып жатыр деп айтып жатыр екен. Оған сіздің көзқарасыңыз? Орамалды қыздар көп та, бірақ мен айтамын, сөзі мен амалы сәйкес келсе, сол дұрыс. Мысалы, кейбір енді қыздар болады дейді, орамалды тағады, бірақ амалы басқаша болып кетеді да. Оны да балам ажырата алады. Шын жүрегіне махаббат болса, орамалды қыз алады. Иә, алады. Сол махаббатты тілеймін мен балама. Жақсы көрудің өзін Құдай салады ғой адамға. Бір байқағаным, видеоларды енді көріп қалған ғой, Инстаграм желісінде, Ютубта, әлеуметтік желілерде, жаңа енді жобаға қатысып жатқаннан кейін, сіз анасы болғаннан кейін көбірек білесіз ғой балаңыз туралы, көрерменге де қызық қой. Шынымен де өзі өмірде сондай қолы ашық, жомарт, романтик па? Әдетте жаңа сіз путевка алып шетелге жіберіп тұрады, көлік сыйлады, осыдан бірнеше жыл бұрын. Сіз жаңа әуежайдан күтіп алған кезде де үлкен гүл шоқтарымен, қазір ұнаған қызына да ерекше тосын сый жасап жүр екен. Өмірде де жалпы сондай ма? Бала күнінде жазыпсыз, жаңа достарына тәттілерін апарып беретін, үйден алып кететін деп. Сағат 5-те ұйықтап, тозылмай тұрып алдым. Блин, ұйқым қатты келіп жатыр, бірақ миым ұйықтамай жатыр ғой. Түнде қанша рет тұрам, ерте жатам, ерте тұрам, кеш жатам. Ұйқым бар бір болып кеттім. Солай в общем. Тамағым еще ісініп тұр, бүгін вокалға баруым керек. 2 сағат сабағым бар вокалдан, потом запись жаздыруға барамын Новоградқа. Қалай тез тамағымды басып жазып алсам болады. Бүгін прям күшті настроениемен ояндым ше. Прям настроением күшті болып тұр. Жүрегімнен от души благодарность деген нәрсе отыр. Түнде сүре оқып жатқам ғой, сүре тыңдап жатқам. Содан ба жүрегімде әйтеуір тыныштық, шүкір Аллаға. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қалайсыздар достар? Бісміллә деп жолға шықтық енді. Жолға Алла жолын амандығын берсін, енді аман есен жетіп алайық. Баяғыдай 5 сағатта кіру деген жоқ, 8 сағат жүрген. Сондай үшін достар. Бұйыртса Чимкент встречаем.